Сәлем, сенімен бүгін мен Гера. Бүгін біз ерекше тақырыпқа тоқталамыз, яғни әр пәнге қалай дұрыс фокус қоя білу керек және нәтижені біз қалай көреміз, сол туралы айтатын боламыз. Бәрімізде мынандай жағдай болуы мүмкін, яғни сен күнделікті жоспар құрасың, кітабыңды оқисың, конспектіңді жазасың, бірақ бір нәрсе жетіспейді. Бұл фокус. Яғни фокус дегеніміз не? Ол бүкіл істеу емес, ол маңыздыны істеу. Яғни сен ұбт-ға дайындалып жатқан кезде, әр пәнді ашқан кезде, оның мақсатын түсіне отырып, сен қандай нәрсе оқып жатқаныңды білуі қажетсің. Және де оған біз қалай фокус аударамыз, соған тоқталатын боламыз. Мен ұсынатын 3 техника бар, оның алғашқысы 3 деңгей техникасы деп аталынады. Яғни сен 3 деңгейіңді анықтайсың. Яғни сен қиналатын тақырыптарың болады, білемін, бірақтан да жаттап аламын деген тақырыптарың болады. Осы әрбір пәннен осы 3 деңгейде сен білесің. Және де олар бойынша сен жоспар құра аласың. Яғни сен қиналатын тақырыптарың аптасына бір рет қайталау жасай аласың. Оны қалай жасау керек? Мысалы, сен осы уақытқа дейін аралығында бір 4 ай, 5 ай көлемінде оқып келе жатқан болуы мүмкін. Сол аралықта сен бірнеше сыныпты бітірдің. Сыныптың ішінде сен қиналатын тақырыптар болуы мүмкін. Сондықтан да ол тақырыптарды жеке бір параққа жазып аласың. Сен жарайды, қиналасың ба, білесің бе, жаттап аласың ба, барлығын осы бөліктерге бөліп жазып аласың. Содан соң барып, біз олардан қиналатын тақырыптарымызды ажыратып аламыз да, оларды күнделікті апталарға бөліп тастаймыз. Мысалы, аптасына бір 2 тақырыпты алатын болсаң да, аптасына бір рет қайталай отырып, сен оны білемін немесе жаттап аламын деңгейіне көтерсең болады. Және де келесі білемін, 2 аптада бір рет қайталасаң жеткілікті, және де ол сен есте сақтауыңа, және де дұрыс 20 минутыңды арнасаң да қайталауыңа мүмкіндік бар екенін айтқым келеді. Келесі ол бізде жаттап аламын, яғни сен айына бір рет қайталай отырып, жаттап алған тақырыбыңды тағы да бекітсең болады. Келесі бізде ол 1-1, яғни 4 пән оқитын оқушылар бар, және де олар үшін ең тиімді әдіс деп айта аламын. Өйткені мен де кезінде аптасына бір негізгі, бір бейіндік пән деген секілді оқи отырып, дұрыс фокусты бөле алдым. Мысалы, география, тарих, биология, МС деген секілді. Және де біз ол арқылы дұрыс фокусты бөлеміз. Яғни екеуі де маңызды, бірақ біріншісі бір таңдау пән, екіншісі міндетті пәніміз. Осыған көңіл бөле отырып, біреуінен есеп шығаратын болсақ, біреуінен тек кітап оқимыз деген секілді. Біреуінен дата жаттасақ, біреуінен карта жаттау арқылы біз өз ісімізді өзіміз оңайлата алады екенбіз. Келесі ол бізде әр пәннен дос табу. Яғни сен әр пәннен досың немесе ортаң болатын болса, олар саған өте күшті көмектесетінін айтқым келеді. Яғни сендер әр апта сайын бір тақырыпты, осы аптаның тақырыптарын деген секілді бөліп қарастырып, бірге талқыласаңдар болады. Сол арқылы сендердің бір-бірлеріңе сұрақ қою арқылы есте сақтау қабілеттеріңмен және де бір-бірлеріңе сыни пікірлерің арқылы тақырыпты ашуға мүмкіндіктерің бар. Жалпы әр пәнге фокус бөле білу ол бір ерекшелікті талап етеді. Өйткені сендер қарап отырсыңдар 4 түрлі пәнді оқисыңдар. Біреуі математикадан чуть нашар болуы мүмкін, немесе кітап оқысы келмеуі мүмкін. Сондықтан әр қайсысына әртүрлі жолды іздеп тапсаңдар болады. Мысалы, адамдар бар, тыңдалымды жақсы көретін, жазылымды немесе айтылымды жақсы көретіндер бар. Сол тәсілді дамыта отырып, әр пәнді жетіп меңгеруге болады. Тыңдалым керек болатын болса, сен досыңа айтып отырып, ол саған айтып берсе, сен оны тыңдап түсініп аласың. Немесе жазылым, сен тек конспекті жазу арқылы есте сақтайтын болсаң, конспекті жазу саған тиімдірек. Жалпы алғанда конспекті жазу тақырыбына оралатын болса, конспекті жазу ол міндетті емес. Сен өзіңе қалай ыңғайлы, солай жазуың ғана. Жалпы конспекті жазған кезде неге мән беру керек? Ол жазып жатқан дүниенің маңыздылығы. Ол сен бір қарағанда түсінікті болу керек. Оның барлық кітаптың жартысын көшіріп алу емес мақсаты, сен бір қарағанда түсінікті бола білетін конспекті жазу. Және де конспектіні әрдайым жазып жүру емес, белгілі бір мерзім аралығында қысқа нұсқа жазуға қолдансаңдар болады. Және де әр нәрсе кезінде жалпы фокусты аудару маңызды. Қанша 20 минут болса да, сен фокусыңды бір нәрсеге арнай отырып, мысалы, телефонның барлығын, гаджеттің бәрін өшіріп тастап, тек қана бір пәнге фокус бөлу арқылы жақсы нәтижеге жете аласың деп ойлаймын. Сондықтан да мен видео соңында айтқым келеді, 4 пән оқып та үлгеруге болады. Ең бастысы жоспар дұрыс құрып үйрен, және де фокусты басқа нәрселерден алшақ ұстауға тырыс. Фокусыңды дұрыс бөле алсаң, сен 4 пән, 5 пәнді жақсы алып шыға алатыныңа сенімдімін. Сондықтан да видеода сенімен бірге болған мен Гера. Пока-пока!